Саламатсыздарбы студенттер. Сабагыбыздын тақырыбы медициналык кызметкердин коммуникативдик кудуреттүүлүгү. Сабагыбызда коммуникативдик кудуреттүүлүк жайлуу маалыматтар берилет және болашак медицина маманы ретинде касибий иш-аракеттеги коммуникацияны алатын орну жайлы және медициналык кызметкердинге катысты ерекшеликтерге назар аударылат. Сонун бирге медициналык кызметкердин касибий кудуреттүүлүгү жайлуу түсүнүгүн дамытууга тырышабыз. Жоспарымызда осы тақырыптар қамтылады: коммуникативдік құзыреттілік, медициналық қызметкердің негізгі коммуникативдік шеберлігі, науқас пен медициналық қызметкер қарым-қатынасына сенімділік туғызатын психологиялық тұрақтылық жайлы сөз болады. Сонымен медициналық қызметкердің коммуникативдік құзыреттілігі. Медициналық қызметкердің коммуникативдік құзыреттілігі кәсіби қасиет. Қасиет деген сөзге мән берсек, демек медициналық қызметкер осы жұмысты сапалы орындау үшін табиғатында осы қызметке деген икемділік болу керек. Яғни науқаспен қарым-қатынаста, науқас туысқандарымен, басқа да медициналық қызметкермен қарым-қатынаста сәтті болады, егер осы мамандыққа табиғатынан икемді болса, яғни мамандығын сүйсе. Сонда ғана ол медициналық қызметкер науқаспен тиімді психологиялық жанасу жасай алады. Сонда ғана онда былай қараған кезде толық мәлімет ала алады. Сонда ғана жұмыс нәтижелі болады. Және осы медициналық қызметкердің жаңағы басқа адамдармен қарым-қатынасы сәтті болады, егер де онда коммуникативтік білгірлік жоғары болса. Сонымен коммуникативтік білгірлік дегеніміз. Коммуникативтік білгірлік деген осы қарым-қатынас жайлы білімнің тәжірибе жүзінде сәтті қолданылуы, оның білгірлігінің жоғарылығы. Біздің жағдайымызда медициналық қызметкер науқас туысқандарымен, әріптестермен қарым-қатынаста сәтті орындалатын болса, онда оның білгірлігі жоғары болған. Медициналық қызметкер осы науқаспен қарым-қатынаста өзі егер сенімділік туғыза алатын болса науқаспен, сонда ғана науқас оның процедураларына сеніммен өтеді. Және осы науқас медициналық қызметкердің жайдары көңіл күйін, әдептілігін, кішіпейілдігін, қайырымдылығын, жалпы адами қасиеттерін өте жоғары бағалайды. Былай қараған кезде тұлғалық медициналық қызметкерге тән тұлғалық қасиеттер жоғары бағалайды. Сонымен қатар медициналық қызметкердің өз эмоциясын тұрақты қалыпта ұстай алуы, әдеп сақтай білуі, бұл да шынымен медициналық қызметкердің беделін көтеретін қадір қасиеттерінің бірі. Және медициналық қызметкердің тағы бір айта кетерлік үлкен ерекшелігі ол төзімділігі, коммуникативтік төзімділік. Ауру қандай күйде болмас, ол ызалы ма, ол қайғылы ма, ашулы ма, қобалжулы ма, өкініш жағдайда тұруы мүмкін. Қандай жағдайда болмас, егер де медициналық қызметкерде коммуникативтік төзімділік болса, осындай кедергілердің бәрінен өтіп, науқастың көңілінен шыға алады. Яғни өзінің мамандығына қатысты мәселені шеше алады. Ал енді коммуникативтік потенциал бұл медициналық қызметкердің мүмкіндігі. Бағана айтқандай коммуникативтік құзыреттілік, коммуникативтік білгірлік, коммуникативтік төзімділік, мынау жаңа айтқандай артықшылықтардың барлығы оның мүмкіндігі жоғары болғанда ғана орындалады. Сонда ғана ол алдына қойған бағдарламасын орындап шыға алады. Яғни жолындағы кедергілердің барлығынан сәтті өте алады. Ол үшін медициналық қызметкерде мынадай коммуникативтік шеберліктер болу керек. Тұлғааралық коммуникацияға деген шеберлік, бірін-бірі қабылдауға түсінуге деген шеберлік, тұлғааралық әсер ету шеберлігі, және науқастың психологиялық қорғанысының жасырын себептерін анықтай алу шеберлігі, науқастың эмоционалды жағдайын түсіне алу шеберлігі. Ал енді науқас, яғни тұлға медициналық қызметкердің алдында отыр. Бұндай жағдайда қандай шеберлік орындалу керек? Коммуникациялық. Мәліметті бере алу шеберлік. Мәліметті беру кезінде вербалды емес тәсілдерді қолдана білу шеберлік болу керек. Және науқасты белсенді тыңдай алу керек. Яғни медициналық қызметкердің тыңдағысы келіп тұрған ниеті сезіліп көрініп тұру керек. Ал осы шеберлік орындалады, егер медициналық қызметкерде мынадай коммуникативтік қабілет болса. Таныс емес адаммен қарым-қатынасқа түсе алу шеберлігі. Шындығында да медициналық қызметкер күнбе-күн жаңадан адаммен кездесіп жатады. Ал сол адаммен бұрынғы танысындай, етене танысындай ашық жарқын қарым-қатынасқа түсе алып кету керек. Бұл оның
мәдениетіне жатады. Және пайда болған түсінбеушілікті уақытында шешу және алдын алу шеберлігі. Өзін басқа адамға түсінікті етіп ұстай алу шеберлігі. Басқа адамға өз қылықтарын, сезімдерін көрсете алуына мүмкіндік беру шеберлігі. Міне осы шеберлікте медициналық қызметкердің осы қабілеттер беделін көтеретін үлкен бір артықшылықтар деуге болады. Бұл енді медициналық қызметкердің табиғатында болу керек. Ал енді осы қабілет, жаңа айтқан шеберліктердің барлығы белгілі бір мәдениетпен орындалу керек. Осы коммуникативті мәдениетке мыналар жатады: шығармашылықпен ойлау мәдениеті. Мысалға ойлаңызшы, медициналық қызметкер мен науқас арасында бір түсінбеушілік болса, науқастың жүрегін жараламайды. Медициналық қызметкер өзінің беделін түсірмейтіндей қылып, сол ситуациядан қалай шығып бете алады? Шыға алатын болса, онда оның шығармашылық ойлау қабілеті жоғары болған. Сөз сөйлеу мәдениеті. Сіз өздеріңіз де білесіздер, мысалы үшін медициналық қызметкердің абайсызда айтылған сөздерінен пайда болатын небір өз аурулары бар. Сондықтан да сөзге абай болу керек. Және қимыл пластикалық қозғалыс мәдениеті. Инъекциямен жұмыс жасайтын болғаннан кейін барынша сақ қимылдаған дұрыс. Және науқастың коммуникативті іс-әрекетін қабылдау мәдениеті. Науқас екен дейді, сіз әртүрлі инъекциялық жұмыстар жасайсыз дегендей. Және эмоционалдық мәдениет. Сіз қандай көңіл күйде болмаңыз, эмоционалдық тұрақтылық сіздің бойыңызда болу керек. Міне осы коммуникативтік мәдениет бұл бірден пайда болмайды. Ол уақытпен келетін қасиеттердің түрі. Медициналық қызметкер осы өзінің бойындағы коммуникативтік білгірлігі ол науқасты жақсы білу, вербалды емес белгілерін дұрыс жауап қайтару, ол көбірек мәліметті жинауға мүмкіндік береді. Және медициналық қызметкер сонымен бірге өзі салауатты өмір салтының ұстанып қана қоймай, соның өгізшісі бола білу керек. Сонымен бірге науқастың дәрменсіздігі, көмексіздігін жеңуге, оған жігер беруге жұмыс жасай алатындай болу керек. Сонымен бірге медициналық қызметкер және науқас қарым-қатынасында медициналық қызметкер сақ болу керек. Медициналық қызметкердің өте білуге тиісті осындай коммуникацияның кілттік негізгі дағдылары бар. Осы дағдыларды үнемі есімізде болу керек. Оларға не жатады? Біріншіден, тиесілі хабарламаны науқасқа, медициналық қызметкерге, әріптестеріне жеткізген кезде, не қабылдаған кезде нақты анық сөйлеу керек, артық әңгімені қоспай. Екіншіден, қарым-қатынастағы қиындықтарды анықтап, нәтижеге тез қол жеткізгенше жұмыс жасау керек, тынбау керек. Үшіншіден, дене қозғалысы мен тілдің сөздік емес белгілерін қабылдау керек, түсіну керек. Төртіншіден, коммуникацияның ауызша, жазбаша, электронды тәсілдерін қолдана білу керек. Бесіншіден, алынған ақпаратты қай кезде басқаға жеткізу керектігін білу керек. Алтыншыдан, қарым-қатынас дағдыларын меңгеруді үнемі дамытып отыру керек. Қорыта айтқанда, коммуникациялық шеберлік ол тәжірибемен келетін нәрсе, сондықтан да үнемі осы білгірлікті, құзыреттілікті дамыту назарда болу керек және заңдылыққа сай әрекет етуге тырысу керек. Алдарыңызда әдебиеттер берілді. Осы әдебиеттерден жаңа айтылған материалдарды зерттеп, талдамалар жасайсыздар және қосымша тапсырмалар беріледі. Сұрақтар бар, тест бар. Сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Сосын арасында бір уақыт беремін. Тапсырмалар жинақталғаннан кейін қайтадан өздеріңізге тапсырмаларды көрсетемін қайтадан. Сөйтіп бағалаймыз. Студенттер жұмыстарыңызды сараптады. Сонда мынадай нәтижелерге көзіміз жетті. Жалпы талдаманы сапалы жасау үшін материалды толық зерттеу керек екенін білесіздер. Ерекшеліктерді ескеру керек, анықтамаларды талдау керек, заңдылықтарды ұғыну керек. Әрине, бұл жұмыстардың заңдылықтарды да сол ерекшеліктерді көп студенттер шынымен дұрыс ұстанған. Коммуникация дағдысы, арақатынас түрлері, медициналық қызметкерді білуге тиісті кілттік дағдылар, медициналық қызметкердің коммуникативтік құзыреттілігі, коммуникативтік білгірлік, медициналық қызметкердің коммуникативтік шеберліктері, коммуникативтік қабілет, коммуникативтік мәдениет, осындай сияқты түсініктер негізінен жақсы қамтылған. Бұл талдамаларды қарап, балалардың тақырыпты түгел зерттегендігіне көзім жетті.
болашақ медицина қызметкері ретінде енді бұл түсініктердің мағлұматтар сіздерге өте қажет. Не алдарыңызда сіздердің жұмыстарыңызды қараңыз. Коммуникант, коммуникатор, коммуникация арнасы бәрі ерекшелік көрініп тұр. Ара қатынас түрлері, интерактивтік және диалогтық қарым қатынас түрлері, медициналық қызметтердің коммуникативтік құзыреттілігіне тоқталған мына жерде студент. Және сонымен бірге коммуникация жайлы мағлұматтар толық берілген. Және медициналық қызметтердің коммуникативтік құзыреттілігіне екінші талдаманы бір студент екі талдама жасаған. Ал мына жерде бір плакатқа екі тақырыпты бірден жіберген екен: коммуникация жайлы және медициналық қызметтердің коммуникативтік құзыреттілігі жайлы. Вербальды емес коммуникацияға тоқталған және медициналық қызметтердің психологиялық сипаттама берген. Сол медициналық қызметтердің коммуникативтік құзыреттілігі жақсы зерттелген, коммуникация жайлы мәліметтер толық берілген. Неге студенттердің осы сияқты жұмыстары жақсы зерттелгендігі тақырыпты көрініп тұр. Және осы айтылатын бір нәрсе, тақырыпты сұрақтар мен тест тапсырмаларын сараптаған кезде мына анықтамаларды еске салуым керек па деп қалдым. Коммуникация бұл басқа адаммен байланысу, қарым-қатынас орнату. Ал қарым-қатынас деген адаммен жанасу кезінде ақпарат алмасу, бірін-бірі қабылдау және әрекеттесу. Ал коммуникативтік дағдылар дегеніміз, сол біздің жағдайында медициналық қызметтердің науқаспен, оның туысқандарымен, басқа медициналық қызметкерлермен қарым-қатынаста нәтижелі болатындай әдіс тәсілдерді жинақтайтын болса, онда ол коммуникативтік дағдыларды меңгергені. Енді ара қатынас түрлері бар. Бұл императивтік және диалогтық бөлікке бөлінеді. Императивтік деген сөз авторитарлық және директивтік әрекеттер жасау. Бұл деген сөз талап қою, яғни этикаға сай емес, бұйрық беру. Бұл медициналық қызметкерге болмау керек бұндай. Ал диалогтық қатынас бұл енді нағыз медициналық қызметкердің қылығы деуге болады. Өйткені науқаспен бірге тепе-тең дәрежеде қарым-қатынас жасайды. Оның үш жағы бар: коммуникативтік, интерактивтік және перцептивтік. Коммуникативтік әрекет алмаса, интерактивтік бұл әрекет алмаса, ал перцептивтік бұл жерде түсінсе, былайша қарағанда кеңес береді, тәрбиелейді деуге болады. Медициналық қызметтердің тұлғасының психологиялық сараптамасы, аффилиация, медициналық қызметтердің науқаспен жанасуға ықпалдануы, әрекетке түсуге ынталануы. Осыны мен ерекшелікті сипатын аффилиация деп атаймын. Эмоционалдық тұрақтылығы, медициналық қызметтердің салмақтылығы, көңіл-күйін бір қалыпты күйде ұстауы. Науқас әртүрлі ашулы күйде түсуі мүмкін, бірақ эмоционалдық тұрақтылығы медициналық қызметкерде болу керек. Идентификация, медициналық қызметкердің орнына өзін қою арқылы оны түсіну. Рефлексия, мені науқас қалай сезіп тұр екен, қалай түсініп тұр екен деген көңіл күйде болуы. Эмпатия, науқастың орнына, былай қараңыздар, науқастың жағдайын түсіну, оның қайғысына ортақ болу, мен сенімен біргемін. Осындай жағдайда ұстануын эмпатия деп атаймыз медициналық қызметкердің. Сенситивтілік, қоршаған адамдардың теріс көзқарасын түсініп қалуы. Бұл медициналық қызметкердің бір жағынан аңғарымдылығы деуге болады. Қорыта айтқанда, осы тақырып бойынша да сіздердің 75%-ың өте жақсы деген жұмыс үлгісін көрсеттіңіз. Бұл жақсы көрсеткіш. Жалпы Жүсіп Баласағұнның мынандай сөзі бар екен: егер де халқынан тәлім алмаса, ешбір ұстаз оны оқыта алмайды дейді екен. Бүгінгі таңда сіздер осы оқытушылармен сәтті қарым-қатынас болады. Оқысыған ең алдымен қолдау жасап отқан ата-аналарыңыздың арқасында орындалып жатыр осы қарым-қатынас сәттілігі. Сондықтан да біз айтар едік сіздерге, ата-ана қолдау жасап тұрғанда осы тәлім тәрбиені дұрыс алып, қарым-қатынастың үлгісін дұрыс түсінсеңіз, алда уақытта да жұмыстарыңыз сәтті болады. Біз біргеміз. Саулықтарыңызға тілекшімін.